Короче, бүгін біздің тема басқа адамдар мен туралы не ойлайды деген ойдан қалай құтыламыз деген бүгінгі видеода айтылатын тема осы. В общем, бұл нәрсе былай қарап тұрсаң барлық адамда болады. Қазіргі успешный адамдар, популярный адамдар, Қазақстан, бүкіл әлем, вообще барлық адамда осындай нәрсе болады. Енді исключениялар болады, который туылғаннан сондай да ұялмайтын, ондай нәрсені ойламайтын, ол геннан берілуі мүмкін деген сияқты ша, папа мамасынан. Бірақ та енді былай қарап тұрсаң 98, где-то 99% адам бір нәрсе істеген кезде, мысалы қазіргі кезді қарасақ, бұрынғы кезге ұқсамайды. Социальный сетьқа, тиктокқа, инстаграм, ютубқа өзіңді осылай салу как будто қиын сияқты болып көрінеді. Социальный сетьқа өзіңнің сөйлегеніңді салу, там бизнесіңді салу, личный блог деген сияқты нәрсе, ол қиын, как будто ұялу сондай да. Неден болады ол? Ол бірінші, сен ойлайсың, менің қазіргі өзімнің білетінім, оны как будто барлық адам біледі, и сенің білгенің ешкімге керек емес деген сияқты ше. Ешкімге керек емес, ешкімге керек етпейді. Как будто сен айтып қойсаң, ол адам саған келеді да, бұл нәрсе и так понятный ғой деген сияқты әңгіме айтады деп ойлайсыңдар. Но былай қарасаңдар, енді шындыққа тік қарау керек. Если сен реально түсінбей жатып сол нәрсені айтсаң, ол реально кішкене тупизм да, білмей жатып барлығы білетін нәрсені айтсаң, ол реально тупизм. Сен не істеу керексің? Сенде бір конкретно реальный опыт болу керек, адамдарға вот анализ жасау керек, рынокқа қарау керек, кішкене ақыл қосыпша не болып жатыр, ана адамдар не істеп жатыр, мыналар не істеп жатыр. Реально білмейтін нәрсені, көбісі білмейтін нәрсені айту керек, соларға көрсету керек. Бұл жерде, короче, мен айтқым келгені андай банальный тема емес, типа шәугім ыдысқа шайды қалай құю керек шәугіммен деген тема емес, конкретно пользасы пользаң бере алатын нәрсені айту керек та адамдарға. И вот осындай кезде уже ойланудың керек жоқ. Бұл нәрсені бәрі білет, мен ешкімге көмектесе алмаймын. Типа осындай темаларды уже ойланбай қою керек. Өйткені, если менің өзімді алып қарайтын болсақ, мен қазір маркетинг саласында жүргендіктен мен білем да, что как работает. Кімнің қандай жұмыс істеп жатқанын, кімнің қандай қателік, косяк, анау ошибкаларын мен бұл салада уже 1,5, где-то 2 жыл болып қалды. Мен білем, что как работает. И мен уверенмін, мынау қателік, мына видео атады, мына видео атпайды, мынау осындай деп мен нақты айта аламын, оны клиентке мен нақты жеткізе аламын. И сендердің там типа мынандай не болмау керек та, информацияларың типа бәрі білет деген мынандай болмау керек та, типа баклажка бар, ішінде су бар, осыны қалай ішу керек деген сияқты, бүйтіп ашасың, ішесің. Оны бұндай темаларды бәрі білет та, мен типа примерно айтып отырмын да. Сендердің экспертностьтарың жаңағындай болу керек. Маркетингті шарт етесің ба, қателіктерді білу керексің, оның ішіндегі адамдардың өзін қалай ұстайтын білу керексің, рынокты білу керексің деген сияқты тема. И екінші нәрсе, айтылатын нәрсе, бұл нәрсе бәрінде болады. Түгел. Илон Маск дейсің ба, Эминем дейсің ба, кім? Садратин, Қайрат Нұртас, білмеймін кім бар, Дима Билан. Короче, любой адам, қазіргі эксперттар, популярный адамдар, қолынан әйтеуір бір нәрсе келген адамдардың бәрінде бұл болған. Енді олар бұдан қалай құтылды? Мен өзімнің примерімді айтып берейін. И ол вот менің жағдайым бәрінде қайталанған. Түгел бәрінде, түгел барлық адамда осындай жағдай, и сендерде де тура осындай болады. Короче, менің әлі есімде бірінші видеоларды салып бастаған кезде мен өзіме инстаграмға мен де ойлағам, қазір салам мен. И вот салған кезде түгел менің таныстарым, достарым мен туралы әңгіме айтады, күледі, не дейді деген әңгіме тема болған. И вот ана инстаграмға видео саласың ғой, сол кезде соңғы кнопка бар ғой, там көк или фиолетовый ма, поделиться деген, короче, соңғы соны басқан кезде анау, сол баспай тұрып, миллисекундтар өтеді ғой, саусақ кетіп бара жатқан кезде, сол кездегі ойлар кетеді ғой. Сол кездерді өту керек. Просто надо пережить. Сен қорқыныш сезіп тұрасың ба, ұялып тұрасың ба, просто тұр да, плевать. Түкіргенім бар деді, сал, телефон жауып қоя сал. И потом, білмеймін, өзіңнің жұмыстарын істеп кет. Басқа нәрсе ойла, білмеймін, ойын ойнап кел, білмеймін, әйтеуір бір бәле істеп кел.
Просто это надо пережить. 10 рет видео сал, 20 рет видео сал. Вот если сенің таныстарыңнан бөлек басқа адамдар жаза бастайды ғой саған, сенің айтып отқаның дұрыс, или там типа сұрақтар қоя бастайды саған, или саған там комплимент айтуы мүмкін. Вот сол кездерде уже саған сигнал келеді. Сигнал дегенде мен оны уже биология түрінде айтып отырмын да, сенің миыңа сигнал келеді деген сияқты. Все, уже ана барьер сынды деген. И уже ары қаратай оңайырақ болады. Сен уже басқа адамдардан комплимент естіп жатқаннан кейін, комплименттен бөлек просто ой естіп жатқаннан кейін саған уже қызық бола бастайды да. Оказывается, менің таныстарымнан бөлек адамдарға менің пайдам тиеді екен ғой деген. Вот сол кезде уже ары қаратай патырлап әкетесің жұмыста. И вот енді маған айтыңдар, бүкіл адамда осындай нәрсе болмаған деп. Ол только инстаграмда емес, там социальный сетьте емес, там видео салып соны күту деген емес. Любой адамда, там Криштиану Роналдудың өзінде тренировкада там өзінің бір айтқан жерлері бар ғой, 10 мың рет тебем, 100 мың рет тепкем депші. Короче, соны енді елестетіп көріңдер. Криштиану Роналду ешкім білмейді оны. И ол тұрады да тренировкада андай легендалардың арасында жүреді да, доп тебеді да. Ол не ойлайды ол кезде? Ешкім білмейді оның новичок келген. Оның ойлары мен туралы не ойлап жатыр деген ғой. Вот сол кезде, когда оған там легендалардың өздері комплимент айтқан кезде, или там тренер красавчик деді ма, там болельщиктар бір бәле деді ма, әйтеуір бірінші голдан кейін Роналдудың болды ғой, ол уже открылся на весь мир. Вот типа сондай да, жігіттер. Короче, бұл екінші тема самый важный тема да, осыны надо пережить, и все. И короче, қосып айтарым, Дмитрий Нагиевтің бір айтқан сөзі бар. Короче, четкий келеді осы жерге. Дмитрий Нагиев деген россиян актер, көбісі білетін шығар. Короче, ол кісі айтқан: надо быть крутым. Ты должен быть крутым, но ты крут, если ты реально крут. Бұл жерде айтылатын тема, сен крутой болу үшін сен реально крутой болу керексің да. Ішіңде сыртта бүтін, іші түтін болмайшы. Мысалы саған бір жұмыс тапсырды ма, сен мен бәрін қырам, мен бәрін жоям дейсің да. А на самом деле жұмысқа келген кезде, істейтін келген кезде сасық боласың да. Ондай нәрсе болмайтын тема да. Короче, бүгінге осы. Басқа да айтатын темалар бар негізі, бірақ та ол темалар кішкене ауытқыған темалар да. Бұл темаға қатысы кішкене келмейтін темалар. Оларды бұйырса салам. Сол.